Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 53-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы шеңбер, дөңгелек және олардың элементтері. Бүгінгі сабақта сен шеңбердің не екенін білесің, шеңбер сызуды үйренесің. Бірінші тапсырма. Адамдар уақытты өлшеуді ерте замандарда үйренді. Суретте ертедегі су және күн сағаттары бейнеленген. Олардың қазіргі сағаттармен қандай ұқсастығын байқауға болады және пішіні қандай? Қазіргі сағаттармен ұқсастығы пішіні домалақ. Қазіргі сағаттарымыздың да көбісінің пішіні домалақ. Сонымен қатар құм іспеттес сағаттар бар екен. Осылайда сағатты анықтауға болады екен. Келесі. Шеңбер дөңгелектің шекарасы. Дөңгелек барлық нүктелерде центрден бірдей қашықтықта орналасқан сызықпен шектелген жазық фигура. Нөл нүктесі шеңбердің дөңгелектің центрі. Радиус дегеніміз шеңбердің центрін оның бойында жатқан кез келген нүктемен қосатын кесінді. Диаметр шеңбердің центрі арқылы өтетін және шеңбердің екі нүктесін қосатын кесінді. Екінші тапсырма. Сызбаларға қарап сұрақтарға жауап бер. Қай сызбада шеңберлердің центрі ортақ, осы шеңберлердің радиусының ұзындығы бірдей ме? Радиусының ұзындығы бірдей ме? Яғни, жауабымыз үшінші шеңберге сәйкес келеді. Қай сызбада шеңберлердің радиусы ортақ және радиустарының ұзындығы әртүрлі? Нұсқамыз екінші шеңберге сәйкес келеді. Енді осылай келесі үш мәтінді үш шеңбердің нұсқасына қарап салыстырып өзіміз табамыз. Берілген радиустағы шеңберді салу реті. Бұл жерде бізге шеңбер сызатын құрал көрсетілген. Бұны циркуль деп атаймыз. Және де осы циркульмен қалай жұмыс істеу керектігі туралы жазылған, соны оқып мұқият сызып аламыз. Келесі тапсырма. Дәптеріңе циркульдің көмегімен радиусы 2 см, 3 см және 1 см болатын шеңбер сыз. Әр шеңбердің диаметрін өлше. Шеңбердің радиусы оның диаметрінен қанша есе кіші болатынын анықта. Яғни бізге радиусы 2 см, 3 см және 1 см. Бізде радиус жартылай шеңбердің ұзындығы. Енді бізге диаметрін табу керек. Диаметрін табатын болсақ, шеңбердің екі шекарасындағы нүктені қосамыз. Яғни 2 см-ге 2 см. Диаметрі 4 см. Екінші шеңберіміздікі 2 см және мынауымыз 6 см болады екен диаметрі. Осылай дәптерімізге сызып жазып аламыз. Келесі. Адам тәуліктің 3/1 бөлігінде ұйықтайды. Ал қалған уақытында ояу болады. Адам қанша уақыт ұйықтайды, қанша уақыт ояу болады? Бізде бір тәулікте 24 сағат бар. Тәулікте 24 сағат бар. Оның 3/1-інде ұйықтайды. 3/1-інде ұйықтайды. Енді бізге қанша сағат ұйықтайды және қанша сағат ояу болады табу үшін 24-ті 3/1-ге бөлеміз. 24-ті 3-ке бөлсек, 24-ті 3-ке бөлсек 8. Енді 24-тен аламыз 8. Ұйықтайтын уақытты алып тастаймыз. Сол кезде 16 шығады. Сонымен қатар, мына 8 сағат адам ұйықтайды екен, 16 сағат ояу болады екен. Түсінікті ме, балалар? Дәптерімізге осылай көшіріп аламыз. Келесі, бөшкеден 8 литр су алынды. Ол бөшкедегі барлық судың 4/1 бөлігін құрайды. Бөшкеде қанша литр су болған? Енді бөшкеде 8 литр су болған. Оның 8 литр 4/1-ін құрайды екен. 4/1-ін құрайды бөшкедегі судың. Ол үшін 8-ді 4-ке көбейтеміз. Тең 8-ді 4-ке көбейтсек 32. Яғни біздің бөшкемізде
32 литр су болған. 32 литр су болған. 32 литрдің 4-тен бірі 8 болады екен. Яғни 32-ні 4-ке бөлсек 8. 8-дің 32-ның 8-ге бөлсек 4-тен 1. Келесі тапсырма. 6-шы есеп. Бұл жерде қосу және азайту амалдары берілген. Өте оңай тапсырма. Дәптерімізге мұқият жазып аламыз. Келесі тапсырма. Салыстыру берілген бізде. Салыстыру. 1 сағатта 60 минут бар. 90 минутымыз көп екен. 2 сағатта 120 минут болады. Бұнымыз тең болады. 9 ай 1 жыл. Бізде 1 жылда 12 ай бар, я? 1 жылымыз көп болады. 1 жыл 12 ай тең болады. 2 сағат 15 минут. 1 сағатта 60 минут, 2 сағатта 120 минут, және 120 минутқа 15 минут қосамыз, 135 минут. Бізде 150 минутымыз көп болады. 50 минут және 1 сағат. 1 сағатта 60 минут бар. Әрине 1 сағатымыз көп болады. 1 сағат 30 минут және 3 сағат. 1 сағатта 60 минут бар. 60 минутқа 30 минутты қосамыз, 90 минут. Және 3 сағатта 180 минут болады. Әрине біздің 3 сағатымыз көп. 1 сағат 20 минут және 2 сағат. 1 сағатта 60 минут бар. 60-ға 20-ны қосамыз 80. 2 сағатта 120. Әрине 2 сағатымыз көп болады. 1 сағат 1 минут. 1 сағатта 60 минут бар. 60-қа 1-ді қосамыз 61 минут, 11 минут. Әрине біздің 61 минутымыз көп болады. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.